Менің есімім Жанна, мен Болат Өтемұратов қорында, яғни биыл 8 жыл болады екен еңбек етіп келе жатқаныма. 2016 жылы Қызылорда қаласында Асыл Мирас аутизм орталығына жұмысқа қабылдандым. Бір шектеудің ішінде кіріп қалғанда өзімді бірдеңе жасағым келіп, бірдеңе ұйымдастырғым келіп, сондай ойда жүрдім. Сол менің талпынысымды, яғни менің сол кездегі басшыларым байқаған секілді, көрген секілді, әрқашан демеп, мені түрлі тренингтерге қатыстырып, жан-жаққа жіберіп, мүмкіндіктерді берді. Және тек қана өзімнің жұмысымен айналыспай, мен әріптестеріме де көмектесетінмін. Не бар, не жасауға болады, және біздің бүкіл өзі құжаттардың барлығы орыс тілінде болатын. Соның барлығын қазақшаға аударып, жөндеп, үнемі адамдарға беріп отыратынбыз. Ата-аналарға болсын, педагогтарға болсын жалпы. Солай мен өзімнің бағымды сынап көрейін деп, біздің қордың ұйымдастырған конкурсына қатыстым. Яғни ол жерде біршама барлық қалалардан менің әріптестерім қатысқан. Сол конкурстың ішінде мен өтіп 2022 жылдың 1 ақпанынан бастап мен осы Алматы қаласында ресурстық орталықта тренер оқытушы ретінде еңбек етемін. Және мен өзімнің қалауымды, осыдан 8 жыл бұрынғы қалауымды, өзімнің талпынысымды, жүрек қалауымды тапқандаймын. Жалпы осы 8 жыл ішінде түрлі есте қалатын, қуантатын да, жүректі ауыртатын да, мұңайтатын да сәттер болды. Бірақ әрқашанда біз позитивті жағын ұстаймыз ғой. Сондықтан түрлі естеліктер көп. 31 желтоқсан күні кешкісін менің ұялы телефоныма хабарламалар келіп жатыр жан-жақтан. Бір кезде астын ашып қарасам, сообщениеде мамасы айтты: бүгін почему-то дәл қазір сізді мына бала Мейірхан есіне алып тұр, сізді сұрап қоймай жатыр. Сосын сен апайыңа өзің де сәлем жолдай аласың, құттықтай аласың деп сізді алып беріп жатырмын дейді. Ол баламен мен 2018 жылдары жұмыс істедім. Жаңа жыл қарсаңында маған жылы сондай тілектерін айтып, ол бала қазір мектепке барып жүр. Жалпы Қазақстан бойынша керемет оқиға, керемет жетістік, жеңіс. Бізде Дәуен Ильяс деген баламыз, яғни қазір 19 жаста, Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетке грантқа түсті, мектепті аяқтап, өз күшімен, бүкіл өзінің ерік-жігерімен ол бала бізге конференцияға келіп, өзінің выступать етіп болғаннан кейін мамасына айтып, маған бір 5-10 минуттың ішінде Қазақстан картасын салып беріп кетіпті, естелікке, Жанна апайға деп. Әдемілеп қасыма кабинетке әкеп қойып қойдым оны. Келген қонақтарға, келген адамдарға бәріне көрсетіп мақтанып жүрем. Жалпы енді ол баланың суретті де жақсы салады, жан-жақтылығы енді өзіне тән ерекшелігімен тәнті етіп келеді осы күнге дейін. Біздің биыл қорымызға 10 жыл, мен еңбек етіп келе жатқаныма 8 жыл. Осы 8 жыл аралығында маған біздің қордың берген мүмкіншіліктері, білімі, барлығы ұшан-теңіз. Оны бір күнде, бір сағатта айтып жеткізу мүмкін емес. Өйткені 8 жыл уақыт кетті. Болат Өтемұратов қорына тек қана алдағы уақытта кез келген қолға алған жобаларын сәтті бастап, сәтті аяқтап, тек қана жақсылықтар тілеймін.